Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін бір жасағаннан шығатын осындай ажурный блинчики жасаймыз. Сүттен емес, айраннан емес, айраннан суынан қалған, яғни сары судан, сывороткадан жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқа, жарты стакан шекер және тұзымызды салып, шекер ерігенше венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Шекер толықтай ерігеннен кейін сывороткамен де 1 литр пайдаландым. Осылай бірінші 3 бөліп салатын боламыз. Сыворотканы бірінші кішкене жарты литрін құйып, кейін жақсылап араластырып аламыз. ұн мен сыворотканы кезек-кезек салып отырамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп, тағы да комоктар болып қалмау үшін жақсылап венчикпен араластырып алып, кейін тағы да сыворотка құятын боламыз. Енді сыворотканың екінші бөлігін құйып аламыз. Енді тағы да ұнымызды електен өткізіп, тағы да жақсылап араластырамыз. Осылай жасасақ, бізде блиніміз өте жұмсақ және арасында комоктары болмай жақсы болып шығады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін енді ұнымыздың қалған бөлігін салып, венчикпен тағы да жақсылап араластырып, сыворотканың қалған бөлігін құйып аламыз. Бір жарым шай қасық осындай ас содасын, яғни нан соданы қосып, тағы да араластырамыз. Екеуінде сыворотка, екеуінде реакция жүреді. Мінекей осылай уже реакция жүріп жатыр. Бұл дегеніміз бізде блинчигіміз өте әдемі болып шығады. Енді сұйық майымызды құямыз. Бұл жерде менде 70 мл, 70-75 мл сұйық май құйып, соңында сұйық майымызды құямыз. Бір рет араластырамыз жақсылап, одан кейін мүлде қозғамаймыз. Тек блинді құятын кезде, табаға кезде бір араластырып аламыз. Енді табамыз бізде қатты қызуы қажет. Орташа қызып бастаған кезде осындай кішкене сұйық май құйып, жақсылап табамызды тек бір рет осылай майлап алатын боламыз. Әр блинчикті пісірген кезде міндетті түрде 1 минут, 2 минут табаны қыздырып алыңыздар, сол кезде жақсы шығады. Блинчигімізді осылай бір ожаудан құйып шығып, жақсылап жан-жағына табанын осылай құямыз, пісіріп аламыз. Барлығы блинчикті пісіруді біледі, бірақ көрсете салайын дедім видеода. Бір рет осылай құйып аламыз. Міне шамалы уақыт өткеннен кейін, міне бетінде осындай тесіктер пайда болады. Өте әдемі және жұмсақ болып шығады. Өзім тәжірибемнен өткіздім. Сывороткаларды негізі үлкен магазиндерде, базарда сатады деп естідім. Сату керек. Мінекей барлығын осылай пісіріп шықтым. Барлығы өте жақсы шықты, жұмсақ болып шықты. Осындай дырочкалар пайда болды. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.